Сәлем достар, сіздермен Ақнұр. Бүгін сіздермен құлақша тәрізді өте дәмді жұп-жұмсақ булочкилер дайындайтын боламыз. Ол үшін аппарат дайындаймыз. Жылы сүтке қант, ашытқы қосып, жылы жерге шамамен 15 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Біздің аппарамыз дайын болғанда бөлек ыдысқа құйып, үстіне ерітілген май, жұмыртқа қосып, барлығын жақсылап араластырып, аз-аздан ұн себе отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыздың бетін жауып, көтерілгенше 1-1,5 сағатқа жылы жерге қоямыз. Енді көтерілген қамырды ұн себе отырып, 10 бөлікке бөліп алатын боламыз. Бөлінген қамырларды қолмен домалатып, азғантай ұн себе отырып, оқтаумен сопақшалау етіп жазып аламыз. Жазылған қамырдың үстінен сұйық май жағамыз, содан соң қант себеміз. Енді рулет секілді орап, дәл видеодағыдай пішін беретін боламыз. Енді осы булочкилерімізді шамамен 10 минутқа тағы да орамалмен бетін жауып қоямыз. Сонда қайтадан булочкилеріміз көтеріледі. Қайтадан көтерілген булочкилеріміздің үстіне жұмыртқа жағып шығамыз да, қызып тұрған пеште шамамен 15 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Енді дайын болған ыстық булочкилеріміздің үстіне дымқыл орамал жауып қоямыз, шамамен 5 минут. Сонда булочкилеріміз жұп-жұмсақ болып тұрады. Міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Ас болсын!